Chunsin did. Ladies and gentlemen, welcome to China. Атмосферасы енді бөлек. Үйдің ішінен метро өтетін, бірінші қабаттан кіріп, 22-ші қабаттан бірақ шығатын. Ал түнде киберпанк жанрына айналатын қала бар деп айтсам, сіздер сенесіздер ме? Жалпы бұл қала Қытайдың ірі мегаполистерінің бірі, 8-ді қаласы. Келген туристі өзінің атмосферасымен бірден жаулап алатын Чунцин қаласы. Егер де таң қалуға дайын болсаңыздар, сіздермен әдеттегідей Диана және де біз саяхатымызды бастаймыз. Ал достар, біз қазір Чунциндағы ең танымал локацияларының бірі Датанг Скверға келдік. Қарап тұрсаңыздар, біз жай ғана бір екінші қабатта алаңда қыдырып жүрген сияқтымыз. Бірақ бұл локацияның ерекшелігі және де қаланы 8-ді қаласы деп атайтын себебін қазір мен көрсетемін. Жүріңіздер. Сөйтсек, біз 22-ші қабаттамыз. Сенесіздер ме? Чунциннің таулы рельефінің арқасында осындай ерекше архитектура пайда болған. Сондықтан бұл локация туристер үшін ең қызықты орындарының бірі саналады. Бірнеше қадам жасап қана қаланың деңгейі қалай өзгеретінін өз көзіңізбен көре аласыз. Чунциннің дәл ортасында, алып зәулім ғимараттардың арасында 1000 жылға жуық тарихы бар Луахан темпл орналасқан. Бұл храм Сун әулеті кезінде салынған және бүгінгі күні ең танымалы, бір-біріне ұқсамайтын 500 арқат мүсінімен ерекшеленеді. Қаланың қарбаласынан бір қадам ғана алыс тұрса да, ішіне кірген сәтте ерекше тыныштық пен рухани атмосфераны сезінесіз. Қала өткен мен келешегін бір жерде көргіңіз келсе, онда Лангминхау Олд Стрит локациясына келуге кеңес беремін. Бұл локацияның 1000 жылдан астам тарихы бар және де Янцзы өзенінің жағалауында орналасқан. Кезінде бұл локация Қытайдың мықты бір өзен портының бірі болған. Қазіргі кезде бұл жерде реставрация өткізілген және де өте әдемі Instagram локация десем қателеспеспін. Ішінде кафелер көп, магазиндер, қазір барлығын бірге аралап мен көрсететін боламын. Лангминхау Олд Стрит көшесінде орналасқан Си Ю Хизи Чунциндегі ең әдемі шай десерт кафелерінің бірі. Бұл жердің басты ерекшелігі Қытайдың дәстүрлі шай мәдениетін заманауи десерттермен үйлестіруі. Мұнда әр тәтті шағын өнер туындысы сияқты безендіріліп ұсынылады. Сондықтан келушілер тек дәм татып қана қоймай, әдемі суретке түсу үшін де келеді. Достар, дәл осы жерден влогымызды паузаға қойып, Flyerstone мобильді қосымшасына немесе flyerstone.com сайтына кіріп, Алматы Чунцин тікелей бағыты бойынша рейстерге билеттерді сатып алып үлгеріңіздер. 20 қыркүйектен бастап аптасына 2 рет әр сәрсенбі және сенбі күндері рейстеріміз орындалатын болады. Жалпы осы таңғажайып Чунцинді мен өз көздеріңізбен көруге кеңес беремін. Сондықтан да Чунцин сіздерді күтеді. Бұл жердің тарихы ерекше. Кезінде мұнда адамдарды әуе шабуылынан қорғауға арналған жер асты бункері болған. Ал бүгінде ол Чунциннің ең ерекше хотпот, яғни хого мейрамханаларының біріне айналған. Бірақ жергілікті тұрғындар бұл жерге тек тамақ ішу үшін келмейді. Мұнда олар бос уақытын өткізіп, достарымен кездеседі. Дәстүрлі маджонг ойнайды, шай ішіп, ұзақ әңгімелеседі. Сондықтан бұл жерден сіз тек әйгілі Чунцин хотпотына ғана емес, жергілікті халықтың күнделікті өмірі мен мәдениетін көре аласыз. Хогоңыздың дәмді болуы үшін ең бастысы осылай өзіңіз жасап алатын соусты. Қазір бірге, сіздермен бірге осыны жасап дәм тататын боламыз. Ендеше бізде бірінші кунжутное масло, сосын
соевый соус. Қатты ашты болып кетпеу керек. Қытайға келіп тұрып қалай біз хогоны дәм татпаймыз. Қазір ендеше өзіміз пісіріп дәм тататын боламыз. Етті осылай жібермей соуста максималды бір 5-10 секундқа ұстайсыздар. Сосын жаңа көрсеткен соуста өздеріңіз дайындап матырып күрішпен жесеңіздер болады. Өте дәмді. Міне, Чунсының ең танымал символы Хуниакеев. Бұл кешен ежелгі қытайлық диджейлау стилінде салынған және таудың беткейіне орналасқан 11 қабатты ғимарат. Күндіз мұнда дәстүрлі сәулетпен жергілікті тағамдардан ләззат алсаңыз, кешке дәл сағат 8:30-да мыңдаған шам жанып, бүкіл кешен ертегідегідей сарайға айналады. Сондықтан бұл жерді Чунсинге келетін әр турист міндетті түрде көріп кететін орын. Бұл Дэйи Плаза, Чунсының ең танымал локацияларының бірі. Дәл осы жерден қаланың неге киберпанк қаласы деп аталғанын түсінесіз. Биік зәулім ғимараттар, көп деңгейлі жолдар мен жарқыраған неон шамдары ерекше атмосфера қалыптастырады. Әсіресе кешке келгенде өзіңізді фантастикалық фильмнің ішінде жүргендей сезінесіз. Бұл Чунсының ең танымал орындарының бірі Лизиба Стейшн. Әлемге әйгілі бұл станцияның ерекшелігі метро пойызы 19 қабатты тұрғын үйдің дәл ортасынан өтеді. Күн сайын мыңдаған турист дәл осы жерге келіп, әйгілі болған тренд видеоны түсіруге асығады. Қалай адамдар осылай тренд қуып, көшенің ортасында ауыздарын ашып, бір түрлі нәрселерді жасайды өзі? A few moments later.我在重庆等你。这个漂亮，10块钱。 Жақсы ғой енді бұл аға, жақсы ғой. 10块钱。 Мынау тұр ғой енді, не істеймін? 这个没用，这个干嘛？ ойнамай қаламын, мынау ма? 这个。 Көп адам Қытайдың метросымен жүруге қорқады, себебі қалай төлену керек екенін білмейді. Сондықтан да қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін сіздер өзіңізге үйреншікті Alipay қосымшасына кіріп, осы жердегі өзіңіздің QR-ыңызды ашу арқылы төлей аласыздар. Қазір көрсетемін. Бұлай сканерлейтін жерге көрсетесіз. Чунсинде метро қаланы аралаудың ең қызықты жолдарының бірі. Қазіргі деректер бойынша метрода 12 негізгі желі жұмыс істейді. Және ерекшелігі пойыздар бірде жер астымен, бірде жер үстімен қатынайды. Чунсинде таксимен жүру өте ыңғайлы әрі қолжетімді. Қала таулы болғандықтан кейде бір нүктеден екіншісіне жаяу жеткенше таксимен барған әлде қайда тез. Ең танымал сервис Диди қосымшасы. Сонымен қатар жолда қол бұлғап сары түсті таксилерді тоқтатуға болады. Таксометр бойынша діттеген жеріңізге тиімді бағада жеткізе алады. Егер Чунсиндегі ең әдемі кофе көрінісін іздесеңіз, онда міндетті түрде Чадингсе кофеға келіңіз. Бұл кофехана әйгілі Байсинжу тұрғын үй кешенінде орналасқан. Оның терезесінен Чунсиннің символдарының бірі фуникулер аспалы жолы дәл алдыңыздан өтіп жатқандай көрінеді. Сондықтан бұл жер қаладағы ең танымал фото нүктелерінің біріне айналған. Мұнда адамдар тек кофе ішуге емес, Чунсиннің ерекше атмосферасын сезініп, әсерлі кадрлар түсіруге келеді. Жалпы қаланың бір бөлігінен екінші бөлігіне арнайы осындай фуникулерлер жүргізіледі. Жалпы жоғарыдан әдемі көрініспен сіздер оңайшылықпен жете аласыздар, билеттерді кассадан сатып алу арқылы. Я болмаса осылай осы кофейняға келіп, әдемі көрініспен қалаға деген фуникулерларға деген асықпай отырып, салқын сусынмен демалып, тамсанып отырып, күшті уақыт өткізуге болады. Ал бұл Хугуан Гилд Холл, Чунсиндегі ең құнды тарихи мәдени кешендерінің бірі. Ол 1759 жылы Цин әулеті кезінде салынған.
Дәл осы кешен олардың бас қосатын, маңызды мәселелерді талқылайтын, сауда жүргізетін және мерекелік шаралар өткізетін басты орталығы болған. Достар, дәл қазір мен Чунцин қаласындағы ең әдемі көрініспен кешкі ас, яғни тамақтануға келдім. Бұл жердің басты ерекшелігі көріп тұрғандарыңыздай әдемі күннің батуы, үлкен ғимараттар және де осы көрініспен біз қазір барбекю, яғни етті қуырып дәм тататын боламыз. Егер де Чунцинда болып жатсаңыздар, міндетті түрде осы локацияға келіп, кешкі ас ішуге мен кеңес беремін, ал локациясы төбесіне қалдырып кетемін. Әуе билет рейсінде болғаннан кейін екінші кезекте міндетті түрде қойылатын сұрақтардың бірі бұл әрине қайда орналасамын. Жалпы өзіңізге ыңғайлы локацияда, ыңғайлы бағада сіз кез келген қонақ үй нөмірін немесе хостел нөмірін жалға алсаңыздар болады. Ол үшін сіздерге booking.com, Agoda және де trip.com қосымшалары қолжетімді. Егер Чунцинді бір қарағаннан толық көргіңіз келсе, онда Eye in the Clouds ең дұрыс таңдау. Бұл бақылау алаңы қаладағы ең биік ғимараттарының бірінің 67-ші қабатында, шамамен 520 метр биіктігінде орналасқан. Осы жерден Янцзы мен Цзилян өзендерінің тоғысқанын, сансыз көпірлерді және таудың баурайына салынған алып мегаполисті тамашалай аласыз. Әсіресе күн батар мен кешкі уақытта келуге кеңес беремін. Қалада мыңдаған шам жанып, Чунциннің неліктен Қытайдың киберпанк қаласы аталғанын өз көзіңізбен көресіз. Бұл қаланы ең әсерлі ракурстан тамашалауға болатын орындарынан бірі. Шеше, ал достар, біз зообаққа билет алдық. Бір ересек адамға билет құны 25 юань, екі адамға 50 юань болды. Бұл шамамен 3600 теңгені құрайды. Біздің басты келген себебіміз бұл әрине пандалар. Қазір ішіне кіріп көретін боламыз. Кеттік. Чунцин зоо Қытайдағы ең танымал хайуанаттар бақтарының бірі. Көпшілік мұнда алып пандаларды көру үшін келеді. Бірақ зообақ тек пандалармен ғана шектелмейді. Мұнда 230-дан астам жануар түрі мекендейді. Тілдер, керіктер, жолбарыстар, қар барыстары, қызыл пандалар және сирек кездесетін көптеген жануарларды бір жерден көруге болады. Әрине, зообақтың басты жұлдыздары бұл алып пандалар. Олар күніне 20-дан 40 келіге дейін бамбук жейді, ал ең белсенді уақыты таңертең. Сондықтан, егер пандалардың ойнап, тамақтанып жүргенін көргіңіз келсе, ертерек келген дұрыс. Чунциннің заманауи зәулім ғимараттарынан кейін біз көне Қытайдың атмосферасын сезіну үшін Цицикау Эйншэн Таун ауданына келдік. Бұл ауданның тарихы 1000 жылдан асады. Бүгінде мұнда көне Қытай көшелері, дәстүрлі шайханалар, қолөнер дүкендері мен жергілікті көше тағамдары сақталған. Осылай көшеде өтіп бара жатыр едік. Арнайы мынандай жетектерді көрдік. Бұл деген балашу, яғни гадание қытайша. Ол үшін осы сандар тұрған ыдысты шайқайсыздар, қайсы түседі, соны осы жерден аласыздар. Қазір давайте көрейік. Міне. Қазір маған көмектеседі, мына жақта сандар. 91. Осылай ашасыздар. 91 деген сан шықты. Мына жерде сіздерге қытайша предсказание. Переводчикпен аударып, сосын орындалсын десеңіздер, осы жаққа байлап біліп кетеді екенсіздер. Қазір біз аударып көрейік бірінші. Аудардық. Өте күшті
балашу болды. Қазір соны орындалсын десеңіздер, осылай орап, таяқша арқылы шыңға іліп кететін боламыз. Қысқаша айтқанда, удача уже в пути, ты на правильной дороге деді ғой маған. Сондықтан бәрін аудармай қойып, вдруг орын алмай қалады. Инайға алып, осыны байлайсыздар. Бұл Чунсының тарих мен мәдениетін жақыннан танысуға болатын ең ерекше орындарынан бірі. Кезінде Ұлы Жібек жолы бойында осы Чунсын қаласы да өткен, және де ол кезде мен тұрған қазіргі локация, фарфоровая деревня, өте әйгілі болған. Бұл фарфор ыдысы әлі күнге дейін сақталған. Қазір шығарылмаса да, бірақ та өндірісі сәл осындай кішігірім ауылдарда сақталған екен. Қазір өте әдемі және бағасы бойынша әрине қымбаттау, бірақ бұл әдемілік сол бағаны тұрарлық. Жалпы Қытайға саяхаттап келер алдында сіздің ұялы телефоныңызда міндетті түрде болу керек қосымшалардың тізімі. Біріншіден бұл AMAP қосымшасы бізге үйреншікті тугис, яғни карта қызметін атқарады. Екіншіден бұл бізде әрине Alipay. Сол арқылы сіз Қытайда кез келген жерде төлем жүргізе аласыз және де такси шақыруға мүмкіндік бар. Үшінші қосымша бұл әрине VPN қосымшасы. Бізге үйреншікті TikTok, YouTube каналдары кейде ауытқумен жұмыс жасайды, сондықтан да алдын ала жүктеп алуға мен кеңес беремін. Төртінші қосымша бұл Google аудармашы. Міндетті түрде офлайн түрде Қытай тілін жүктеп алыңыздар, өйткені жергілікті тұрғындар ағылшынша көбісі сөйлей бермейді. Ал достар, біз қазір Чунсы 1949 деген атты шоу алаңына келдік. Жалпы бұл жер тек қана шоу емес, үлкен бір театр қойылымы, яғни үлкен масштабта, ауқымдылығы енді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Атайтып тұрған сияқты, Қытайдың сол 1949 жылдардағы жағдайын түгелмен осы бір сағаттың ішінде көрсетіп шығады. Сол кездегі адамдардың табандылығы, ерлігі, азаттық жолындағы күресі жалпы сахнада өрбиді. Бұл жақ жай ғана отырып көретін емес, толығымен 360 градусқа айналатын орындықтар. Сахна сіздерге жылжиды, сіздер сахнаға жылжисыздар. Студияның астығы жалпы спецэффекттері, әртістері барлығы енді жоғары деңгейде. Маған өте ұнады, қазір көріп алдық. Сондықтан да сіздерге де Чунсы қаласында болсаңыздар, міндетті түрде келіп, осы тарихи оқиғаға куә болуға мен кеңес беремін. Егер бірнеше күннен кейін Қытай асханасынан сәл жалықсаңыз, алаңдамаңыз. Чунсинде европалық мейрамханаларда, италиялық асханаларда, кофеханалар мен бәрімізге таныс фастфуд желілері де жеткілікті. Сондықтан мұнда өзіңізге үйреншікті дәмді табу қиын емес. Чунсинге келуімнің басты себептерінің бірі дәл қазір әлеуметтік желілерді жаулап алған мотоциклдегі тренд видеоны түсіру болды. Мұнда бәрі дайын. Өзіңізге ұнаған образды таңдап киесіз, ал мамандар барлық қимыл қозғалысты көрсетіп, кадрдың әдемі шығуына көмектеседі. Ешқандай тәжірибе қажет емес. Ал түсірілімнен кейін бірнеше күннің ішінде видеоңыз толық өңделіп, дайын күйінде қолыңызға беріледі. Қайырлы таң достар, бүгінгі таңымыз біздің Рафал Сити маңайындағы Аспан қақпасы жағалауына келіп қалдық. Жалпы өздеріңіз байқағандай бұл жерде биік аркалар, биік қақпалар, жалпы ертегідей атмосфера сыйлап тұр.
Бұл жерде сонымен қатар екі өзеннің тоғысуына үлкен панорамалық көрініс ашылып тұр. Жалпы қаланы түгелмен көрем десеңіздер, осы жерге келіп байқасаңыздар болады. Көшеде серуендеп келе жатып, көзіміз ерекше бір дүкенге түсті. Бұл Джунге кәдесыйлар дүкені. Сыртынан қарапайым көрінгенімен, ішіне кірсеңіз, мүлдем басқа әлемге тап болғандай боласыз. Винтаж стиліндегі интерьері, ерекше бұйымдары мен жылы атмосферасы бұл жерді кәдімгідей кәдесый дүкенінен әлде қайда ерекше етеді. Жалпы көріп тұрғандарыңыздай өте ерекше винтажный дүкенге келіп қалдық. Менің ойымша бұл жерден өзіңіздің еліңізге ерекше кәдесыйларды алып кетуге болады. Және кірген кезде сіздерге айтады, минималды 5 юаньға сауда жасауыңыз керек деп. Сосын иә жарайды деп кірдік та. Одан кейін айтады, сіздер қай жақтікісіздер дейді. Қазақстандікі десек, айтады, бізде осындай файлдар бар. Бүкіл елдің тілектері мен флагтарын суретін салып кетеді. Сіздер де өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді қалдырсаңыздар дейді. Әрине, кто мы такие, чтобы отказать? Сондықтан да қазір біздің флагты жазып, салып, мына тілектер жазып кететін боламыз. Өте қызық бір естеліктің бір түрі. Бүгін жалпы жаяу өте көп жүреміз. Және жоспар бойынша баспалдақтардың саны да аз емес. Осындай белсенді саяхат күндері жүрекке тыныштық ұялататын бір нәрсе, ол әрине менде сақтандырудың бар екенін біліп жүруім. Әрине, ешкім ауырайын немесе жарақат алайын демейді. Бірақ саяхатта бәрі болуы мүмкін. Сондықтан осындай дүниені алдын ала ойлаған дұрыс. Өткен жолы Қытайдың Сиань қаласында сақтандырусыз барып, ауырып қалғанмын. Сол кезде шетелде медициналық көмек қаншалықты қымбатқа түсуі мүмкін екенін түсіндім. Сондықтан бұл жолы тәуекел етпей, туристік сақтандыруды алдын ала халық иншуранс арқылы рәсімдеп алдым. Маған ұнағаны, полисті онлайн ресімдеуге болады. Көп уақытыңызды алмайды. Ең бастысы, сапардың бағытына қарай өзіңізге ыңғайлы қамту аймағын таңдай аласыз. ТМД елдері, Еуропа мен Шенген аймағы немесе әлемнің көптеген елдерін қамтитын бағдарламалар бар. Егер жиі саяхаттайтын болсаңыз, бірнеше сапарға арналған мультитрип бағдарламасын таңдауға болады. Сондай-ақ бір полиске бірнеше адам қосуға мүмкіндігі бар. Бұл отбасымен немесе достармен бірге саяхаттағанда өте ыңғайлы. Ең маңыздысы, туристік сақтандыру тек дәрігердің қабылдауын ғана емес, қажет болған жағдайда ауруханаға жатқызу, шұғыл медициналық көмек, дәрі-дәрмек сияқты шығындарды да қамтиды. Шынымды айтсам, саяхатқа шыққанда сақтандыруды пайдалану мүлде қажет болмаса екен деймін. Бірақ оның бар екенін білу өзіңді әлде қайда сенімді сезіндіреді. Бұл Хуаджинпин граффити арт-стрит, Чунсиндегі ең креативті орындарының бірі. Ұзындығы 1,5 шақырымға созылатын бұл көше Қытайдағы ең үлкен граффити көшесі саналады. Мұндағы суреттерді жергілікті суретшілер мен Сичуан бейнелеу өнер институтының студенттері салған. Бүгінде бүкіл көше ашық аспан астындағы өнер галереясына айналып, әлемнің түкпір-түкпірінен туристер мен фотографтарды өзіне тартады. Достар, Чунсин таңғалудан шаршамайды. Мысалы, мен қазір қаланың ірі сауда орталығына келдім шопинг жасауға. Және де бұл жерде мен үлкен ботаникалық бақшасын көрем деп мүлдем ойламадым. Қараңыздар, қандай әдемі. Мұнда әлемге танымал брендтерден бастап, қытайлық жергілікті дүкендерге дейін шопингтің барлық түрі бар. Киім, косметика, электроника, аксессуарлар мен сувенирлердің үлкен таңдауы ұсынылған. Сондықтан өзіңізге де, жақындарыңызға да сыйлық табу қиын емес. Егер Чунсиннің нағыз дәмін сезінгіңіз келсе, міндетті түрде Паи Род стрит-фуд көшесіне келіңіз. Бұл қаладағы ең танымал гастрономиялық көшелерінің бірі. Мұнда ондаған түрлі көше тағамын таба аласыз. Әйгілі Чунсин кеспесі,
грильдегі теңіз өнімдері, ащы кауаптар, тұшпаралар, десерттер мен балғын жемістердің бәрі бір жерде. Сондықтан жергілікті тұрғындар да, туристер де кешкі уақытта дәл осы жерге келіп, Чунциннің ерекше асханасымен танысады. Чунциннің дәл орталығын көрем десеңіздер, осы Жапанбай көшесіне бет алуға мен кеңес беремін. Жалпы бұл жерді көпшілік адам Нью-Йорктегі Таймс Сквер көшесіне ұқсатады. Неге десеңіздер, орталықта өзінің зәулім үлкен сағаты бар. Биіктігімен бір-бірімен таласқан үлкен-үлкен ғимараттар және де бренд дүкендері. Бұл жерде адамдар қыдырып жатыр, саудаласып жатыр. Сондықтан да міндетті түрде егер келетін болсаңыздар, кешкісін келіңіздер. Кешкісін бұл жерде светтер жанады және қала бөлек вайбқа, атмосфераға бөленеді. Влогымызды қорытындылай келе, Флайерстан авиакомпаниясының атынан біздің сенімді серіктесіміз, бас демеушіміз, Халық иншуранс сақтандыру компаниясына үлкен алғысымызды білдіреміз. Саяхат тек әсер емес, сонымен қатар қауіпсіздік. Сондықтан әр сапар алдында өзіңізді де, жақындарыңызды да сақтандыруды ұмытпаңыздар. Дұрыс саяхат сенімді сақтандырудан басталады. Және бұл сапарымның барынша жайлы әрі ерекше өтуінің бірден-бір себебі ыңғайлы әрі сәнді киімдердің болуы. Жалпы ұзақ түсірілімдерде, серуендерде, жалпы күнделікті өмірде өзімді барынша еркін сезінді. Ал саяхаттағы образымыз әрине қазақстандық Адили брендінен. Бұл бренд 15 жылдан бері қазақ мәдениетінен шабыт алып, ерекше дизайндағы киім, аксессуарлар және басқа да бұйымдарын шығарып келеді. Ал құрметті көрермен, осымен біздің керемет Чунцин қаласындағы 5 күндік саяхатымыз өз мәресіне келіп жетті. Қазір әдеттегі дәстүрді бұзбай, мен қолымдағы саяхат сертификатын жасыратын боламын және келесі кадрмен қайда жасырғанмен бөлісемін. Саяхаттаңыздар, саяхаттаудан шаршамаңыздар. Сіздермен бірге болған Диана келесі қалада кездескенше.